Филология факультеті Фи-18 3КС тобының студенттері Әбу Насыр әл-Фарабидің 1150 жылдығы челленджін қабыл етіп, ары қарай жалғастырады. Әбу Насыр әл-Фараби Аристотельден кейінгі әлемнің екінші ұстазы. 870 жылы Арыс өзенінің сырға барып құятын сағасындағы Фараб қаласында дүниеге келді. Ғұлама ойшылдың толық аты жөні Әбу Насыр Мұхаммед ибн Мұхаммед Тархан ибн Узлақ әл-Фараби. Ол әулетті отбасында өмірге келді. Оның әкесі әскери қолбасшысы болған. Орта ғасырда Фараб қаласы ғылым мен мәдениеттің ордасы еді. Мұнда Александриядан кейінгі әлемдегі ең үлкен кітапхана орналасты. Осының арқасында әл-Фараби ондағы құнды қолжазбалар және кітаптармен танысуға мүмкіндік алды. Ғалымның жастық шағы осы шаһарда өтті. Әбу Насыр әл-Фараби бала күнінен ғылымға үйір болып өсті. Ғалым алғашында Бұхарада, Самарқанда, одан кейін Хамадан, Бағдат, Шам, Каир, Дамаск және Александрия, Мәдина, Мекке қалаларында болып, білімін үнемі жетілдірумен болды. Ол Хамада қаласында араб тілін үйренді. Одан кейін 20 жылдай Бағдат қаласында тұрып, антикалық философия мен әлемдік мәдениетпен танысты. Жалпы әл-Фараби бір жерде тұрақтамаған. Бауырың қанша сүйгенмен, өтеді өмір күйбеңмен, шындыққа бастық алулап, пенделіктен бол аулақ. Жататын ләйім жаңғырып, бұл ғұмыр емес мәңгілік, бейопа мына заманда, бақыл боп кетер адамда. Шамын жақсам ғылым менен өнердің, елімді зор мерекеге бөлермін. Бұл сапарым азапты да шығарау, не де болса пешенемнен көрермін. Мейлі мәңгі жарымайын киімге, мейлі түйір нан қалмасын үйімде, мен өзіме риза емеспін елімнің, сүйеніші бола алмасам егерде.